Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін құрамы небәрі 3 ағзаттан тұратын өте пайдалы және өте дәмді салат рецептімен бөлісемін. Сіздерге де міндетті түрде осы салатты дайындауға кеңес беремін. Бұл салат үшін ең алдымен терең ыдысқа салқын су құямыз. Одан кейін суға 1 шай қасық тұз бен ас содасын салып, екеуі ерігенше жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте осы суға саумалдық, яғни шпинат жапырақтарын батырып, шамалы 30 минутқа қалдырамыз. Одан кейін бұл суды төгіп, саумалдық жапырақтарын тағы 3-4 мезгіл таза суға шайып, міндетті түрде кептіріп алуымыз керек. Ал қазір тым үлкен саумалдық жапырақтарын қолымызбен осылайша үзіп, ыдысқа саламыз. Жапырақтары кішігірім болса, оларды осы күйінде сала бересіздер. Одан кейін 4 бұрыштап туралған фета, сулугуни немесе моцарелла ірімшігін саумалдық үстіне қойып шығамыз. Және алдын ала қайнатылған жұмыртқаны да 4-ке бөліп, видеода көрсетілгендей орналастырамыз. Ал қазір бұл салатқа арнайы соус дайындаймыз достар. Ол үшін 2 ас қасық қаймаққа лимон шырынын сығамыз. Дәміне қарай тұз бен қарабұрыш қосып, біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Соңында соустың дәмін татып көруді ұмытпаңыздар достар, ол кішкене қышқыл болуы керек. Ал енді соусты салатымызға мінекей осылайша жағып шығамыз. Соңында салатқа қосымша әдемілік беру үшін бетіне кез келген жаңғақтан себуге болады. Мен кәдімгі шемішкеден қостым. Осымен салатымыз дайын достар. Бұл салатты келе жатқан Рамазан айында ауызашарға жасасаңыздар, барлығының көңілінен шықпақ. Бұл рецепт сіздерге пайдалы болды деп сенемін достар. Оған лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.